Анаға тағзым орталығында аялы алақан атты қайырымдылық акциясы өтті. Бұл іс-шара орталықтың жыл бойы атқарған жұмысының қорытынды сәті секілді. Өйткені кеш қонақтары жыл бойы орталық кеңесі қызметіне жүгінген көп балалы аналар мен олардың балалары болды. Жаңа жыл кеші әсіресе балалардың асыға күткен мейрамы. Сондықтан мұндағы балалардың қуанышында шек жоқ. Әрқайсысы өнерлерін көрсетті, ал ата-аналары балаларының шат-шадыман сәтіне дән риза. Ерекше бала тәрбиелеп отырмын, және де аялы алақан орталығына қазіргі таңда рахмет айтамын. Бізді осы кешке шақырып, балаларымызды елеп, өстіп сыйлықтарын беріп жатыр қазіргі таңда. Біздің орталығымызда өзі 4 бағытта курс ұйымдастырылған, аналарға арналған қысқа мерзімді оқыту курстары. Бүгінгі іс-шарамызда осы курсқа қатысқан аналарымыз бар. Сол аналарымыз ерекше, ол аналарды басқа аналардан менен тегі ерекше батыр аналар дер едім.